10 маусымнан бастап Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналған билеттер сатылымға шықты. Bir жылдан кейін болатын шараға азаматтардың билетті электрон түрде tickets.expo2017 astana.com сайтынан сатып алуға мүмкіндігі бар. Сайтта көрсетілгендей, жұмыс күндеріне арналған билет бағасы 6 000, демалыс күндеріне билет құны 8 000 теңгені құрайды. Сондай-ақ, билетті белгілі бір уақытқа немесе қалаған күні баратындай етіп алуға болады. Билеттер сатылымға сатылы түрде шығып отырады. 10 маусым мен 13 шілде арасында билетті максималды түрде төмен бағада алуға болады. Билет бағасына 10 және 20 маусым аралығында 50% жеңілдік болады. Ал 21 және 30 маусым аралығында билеттерді 30%-ға арзанға ала аласыз. Сонымен бірге 1 және 10 шілде арасында билеттер 20% жеңілдікпен сатылады. Көрмеге 2 миллионнан астам келуші қатысады деп жоспарланған. Қазір 89 ел мен 15 халықаралық ұйым Экспо 2017-ге келетіндерін растады. Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүмкіндігі шектеулі жандар, ата-анасынан айырылған және 6 жасқа толмаған балалар көрмеге тегін кіре алады. Одан бөлек зейнеткерлер мен көпбалалы отбасыларға, студенттер мен оқушыларға арнайы жеңілдіктер қарастырылады.